жаңағына дәрігерлеріміз айтып кеткендей, жүрек ауруына кем дегенде айтайын деп отырмын. 10 жыл, 15 жыл бұрын мен осы жүрегім ауырып, қайта азалай берді. Докторға жаттым. Қаншама емдер алдым. Түнімен жоқ. Маза жоқ. Больницаға жатқанда ауа жетпейді вообще. Қолымда жаңа подушка бар, кислородный, дем алып жүріп. Жақсы, шығасың, шыққаннан кейін қайтадан ауырасың. Неге? Потому что әлі дұрыс емдерге жоқпыз. Осы күндердің күні, былтыр мен мысалға декабрь айында, желтоқсан айында жүрегіме отыр салу керек еді. Жүрегіме стимулятор салу керек еді. Бірақ дәрігеріміз январда келіңіз деп, осы қаңтар айында кейінге қалдырды. Сол кездерде өзімнің спонсорым Оқанова Шолпан ханым бір күн маған қоңырау шалды. Ағай, сіздің жүрегіңіз ауырады. Келіп, бізде осындай бір жақсы аттар бар, жапондық өнімдер бар. Осы өнімдерден жазылып жатқандар көп. Келіп, мына диагностикадан өтіп кетіңіз дейді. Маған да кереміз олып, сол кезде жолдасымыз екеуміз келіп, осы диагностикадан өттік. Өткен кезде менің мына қолымды үйітіп айтты, жүрегімнің ауырғанды айтты. Басқа да денемдегі аурусыз қолдың бәрін көрсіп болады. Бірақ ол кезде мен бұл жерге мен бизнеске келген жоқ. Бұл жерде мен тек денсаулығымды түзеп алушы едім. Жаңа қазақта айтады ғой, ауыр емеміз дегенше ауырмауды жолымыз іздеп. Және келдім, осы жерде диагностикадан өттім, бәрін көрсетті. И сол жерлерде маған керекті заттар жазып берді. Витамин А, витамин Б плюс және кардиомарин. Және біздің дәрігерлерге өте керемет айтып кетті. Бәріне өте риза болып отырмыз, рахмет, Алла разы болсын дейміз. Маған 3 курс берді. 3 курс ішесіз сосын нәтижесі болады деп. Артынан келіп, сосын тағдағы және өтіп кетті диагностикадан. Мен осы өнімдерді іштім. Таңертең бір мезгіл, кешке бір мезгіл. Басында мен 2 тамшыдан іштім, қазіргі таңда мен 30 тамшыға да жеткіздім. Енді сол осы ішкен кезде сіздерге өтіп, маған үшін 3 күндер үзілдік болды ме? 3 күндер үзілдік. Жүрегімнің ауырғаны басылды. Және мына бұрын шаншатын еді, ауа жетпейтін еді, одышкы балам, терлейсің. Және мына аяғым үйітін еді. Бәрі кеттіріп айтсам да болады. Енді мен қазіргі таңда 2 курсын бітірдім, әлі ішіп жатыр, 3-ші курс үшін әндерді жалғастырамыз. Енді осы декабрьда 17-сінде мен бастадым, бірақ енді мына 3 күннен кейін жақсы результат болғаннан кейін жаңа айтып отырмын ғой. Ұлттың астына күн шыққандай көңіл күй жақсы болып бәрі тамаша. Өте өзім риза болдым, рахмет айтамын. Осындай